Сәлеметсіздер ме достар? Менің арнама қош келдіңіздер. Сіздермен бірге әсем күндеріңізге сәттілік тіледім. Және де келе жатырған қоян жылымыз молшылық, бақыт, табыс, аманшылық, жақсылығы келсін. Ал бүгінгі санымызда сіздермен осындай керемет мерекелік дастарханымызға тез әрі оңай жасалатын етті рулет жасайтын боламыз. Дәмі достар керемет болып шығады. Мерекелік дастарханымыздың сәнін келтіретініне кәміл сенімдімін. Олай болса бастаймыз. Алдыменен ыдысымызға 4 жұмыртқамызды жарып, үстіне үккіштен өткізілген ірімшігімізді салып, одан кейін дәміне қарай тұзын саласыздар. Және де манная крупа, дәміне қарай қара бұрыш, және де бір ас қасық куркума түсін беріп тұру үшін, және де майонез салып, жақсылап тұрып араластырамыз. Барлығы біркелкі болып араласқаннан соң противень ыдысымызды алып, үстіне пергамент қағазымызды жайғастырып жаямыз да, үстіне массамызды жақсылап 4 бұрышына барлығына жеткізіп құйып шығатын боламыз. Противенімізге жақсылап тұрып жайғастырып болғаннан соң қызып тұрған пешімізде 160-170 градуста, әркім өзінің пешіне қарайды. Мен 160-170 градуста 15-20 минуттың ішінде пісіріп алатын боламыз. Одан кейін біздің фаршымызға араластыратын бір жуамызбен азғантай сұйық майымызды тамызып, бір жуамызбен бір сәбізімізді үккіштен өткізіп, жуамызды уақтап торап, жақсылап қуырып алатын боламыз. Одан кейін бізде 280 грамм фаршымыздың үстіне бұқтырылған жуамызбен сәбізімізді салып, салғаннан кейін үстіне жарты бума аскөгімізді уақтап турап салып, дәміне қарай тағы да бұрышын және де тұзын салып, жақсылап тұрып араластырып, одан кейін қолымызбен жақсылап тұрып араластырып біріктіретін боламыз. Салмамызды дайындап болғаннан соң міне достар, біздің 15-20 минуттың ішінде орамамыз дайын болды. Осылай ыссы күйінде пергамент қағазымен бірге формасын келтіріп, суығанша орап формасын келтіріп қоятын боламыз. Біздің жұмыртқа орамамыз суыды. Енді жайлап, абайлап осылай арасын ашып, арасына ет салмамызды қолымызбен жақсылап тұрып 4 бұрышына қолымызбен жайғастырып шығатын боламыз. Етімізді жайып болғаннан соң, жайлап абайлап, сырты жыртылып кетпейтіндей етіп, шамаңыз келгенше тығыздау етіп орауға тырысыңыз. Орап болғаннан соң, осындай фольгамызды керегімізше қиып аламыз да, үстіне рулетімізді жайғастырып, жақсылап тұрып орап шығатын боламыз. Осылай дөңгелетіп, екі бұрышын жақсылап тұрып ішіне қарай қайырып орап шығамыз.
Одан кейін екі бұрышын конфет құсатып орап, пісу барысында астынан аздап суы ағуы мүмкін, ол қалыпты жағдай. Осылай орап болғаннан соң тағы да противенімізге салып, жарты сағатқа 160-170 градуста пісіріп алатын боламыз. 30 минуттай пісіріп аламыз. Достар, біздің рулетіміз дайын болды. Керемет болып пісіп шықты. Көріп тұрғандарыңыздай ешқандай да үгітілмейді. Өз формасын керемет сақтайды. Дастарханымыздың сәніне айналатынына мен сенімдімін. Дәмін, достар, айтып жеткізу мүмкін емес. Міндетті түрде осы рецепті сақтап, дастарханыңызға керемет етіп, әсемдеп пісіріп көріңіздер. Отбасыңыз, келген қонақтарыңыз сіздің пісірген тағамыңызды бағалайтынына сенімдімін. Ал мен сіздермен қоштасамын. Сіздермен болған әсем. Келесі кездескенше сау сәлеметте болыңыздар.